Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді, ерекше печенье дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, бағалап отырыңыздар. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі үгілмелі печенье. Каналыма жазылып, жаңа рецепттерді бірінші болып тамашалау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал енді кеттік. Бірінші жұмыртқаның сарысына кішкене су және қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Құрамы описание бөлімінде толық жазылған. Осылай ақшыл болған кезде үстінен комнаталы температурадағы майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстінен қопсытқышымыз бен корицаны қосып, тағы да араластырамыз. Оның кішкене ғана бөлігін илеуге алып қалдым, қалған барлығын қосып, осылай жақсылап араластырдым. Содан кейін қолмен араластырамыз. Оның үстінен қалған ұнымызды және дайындап қойған салмасы шоколад пен жаңғақты қосып қамыр илейміз. Лайк басып қолдап отырғандарыңызға рахмет. Енді осындай пищевой пленкаға қамырымызды салып, осылай колбаска етіп орап, оны морозильникке 15 минутқа қойып аламыз. Шығарған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп, қолымызбен жасасақ та болады. Немесе сіздердің салмаларыңыз ұсақтау болса, осылай жай ғана турап қана сала салсаңыздар да болады. Міне осылай. Менің салмам ірілеу болғандықтан, печеньеларым туралған уақытта формасы бұзылып кетіп жатты. Бұзылмағандарын осылай қоя бердім. Өте әдемі шығады. Енді осы дайын печеньеларымызды 180 градусқа 25 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне печеньеларымыз дайын, сондай керемет ароматный десем де болады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздермен болған Жұлдызай, сау болыңыздар.